Баршаңызға сәлем, сіздермен Құрманқожа Алтынай, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сұлы ботқасын дайындайтын боламыз, яғни овсяный каша. Бірден пісіретін ыдысымызға саламыз. Мұнда сұлы 5-6 қасықтай саламыз, яғни 2 адамға жасап жатырмын. Осылай салып болғаннан кейін міндетті түрде жуыңыздар. Негізі көпшілігі жумайды, бірақ шаңы шығады. Қараңыздар, суы қап-қара. Осылай бір рет, 2 рет жуып алыңыздар. Одан кейін қатты отымызға қоямыз. 1 стакан су, 1 стакан сүтімізді құямыз. Және қасықтың ұшымен ғана шым-шым тұзымыз, 1 ас қасық құмшекерімізді салып, қақпағын жауып, қайнағанша күтеміз. Мінекей біздің ботқамыз қайнап жатыр. Енді қақпағын міндетті түрде ашып қойыңыздар. Және отын жай қойыңыздар. Ең жай отта 10 минуттай, 10-15 минуттай пісіріп аламыз. Міне 10-15 минут өтті. Қараңыздар, қатты қою да емес, сұйық та емес, өте әдемі піскен. Енді қақпағын жауып, отын өшіріп, кішкене уақытқа 5-10 минутқа қойып қойсаңыздар болады. Қоймай жей берсеңіздер де болады. Қойсаңыздар одан да әдемі болып пісе береді. Міне осымен біздің ботқамыз дайын. Үстіне өздеріңіз қалауыңыз бойынша жеміс-жидектер, жаңғақ тәттілер қосып жей берсеңіздер болады. Ас болсын. Таңғы асқа керемет ас. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Лайк басып, пікір қалдыра отырыңыз. Каналыма тіркеле кетіңіз. Сау болыңыздар.